Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Құрметті оқушылар, осы суреттерге қарап, сабақтың тақырыбын анықтайық. Жақсы, дұрыс. Бүгінгі сабақтың тақырыбы білім, ғылым, инновация үштігі. Сабақтың мақсаты: мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілген мәселені болжау. Екінші, болжалдық сан есімдерді жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану. Бүгін сіздер мәтінмен жұмыс жасау үшін, мәтінді мұқият тыңдау үшін, түсіну үшін жаңа сөздерді меңгересіздер. Бүгінгі біздің сабаққа қатысты жаңа сөздеріміз бұл: үздік, лучший; зияткерлік, интеллектуальный; әзірле, подготовь; зертхана, лаборатория. Қайталаймыз: үздік, лучший; зияткерлік, интеллектуальный; әзірле, подготовь; зертхана, лаборатория. Енді балалар, осы сөздермен сіздер сөз тіркесін немесе сөйлем құрастырамыз. Жақсы, модаль жауап. Бірінші, білім байқауының үздіктері марапатталды. Сіздер мына сөздерде осы сөйлемде үздіктері деген сөзді пайдаландыңыздар. Шахмат ойыны адамның ойлау қабілетін, тактикасын және зияткерлік қабілетін дамиды. Зияткерлік сөзін сіздер қолдандыңыздар. Келесі, Асқар жұмыс жоспарын әзірлеп қойды. Әзірлеп деген сөзді сіздер қолдандыңыздар. Дұрыс. Келесі, Қазақстанда жүрек катетерін әзірлейтін зертхана ашылды. Зертхана деген сөзді дұрыс қолдандыңыздар. Енді қазір мен сіздерге мәтінді оқимын. Сіздер мәтінді мұқият тыңдап, негізгі ойды анықтайсыздар. Бүгінгі таңда білім, ғылым, инновация қоғамның барлық салаларында кеңінен енген. Оның нәтижесі де жоқ емес. Мәселен, ауыл шаруашылығында бидайдың жаңа сорттары, фосфор заводтарында, тыңайтқыштардың, металлургия заводтарында шикізаттың жаңа түрлері. Ал медицина саласында жаңа озық құрғылар, препараттар өндірілуде. Ғылым мен білім беру ісін және инновациялық технологияларды біріктіру үшін елімізде зертханалар ашылды. Олардың барлығы заманауи қондырғылармен жабдықталған және ол жерде республиканың кез келген азаматы өз зерттеулерін жүргізе алады. Енді сіздерге негізгі ойды анықтайсыздар. Жақсы, дұрыс. Бүгінгі біздің мәтіннің негізгі ойы білім мен ғылым инновациясы еліміздің барлық саласын қамтиды. Енді балалар, осы мәтінді мұқият тыңдадыңыздар, негізгі ойды сіздер анықтадыңыздар. Енді бізде дұрыс және бұрыс стратегиясы. Қазір сіздер анықтайсыздар, қайсысы дұрыс, қайсысы дұрыс емес. Модаль жауап. Бүгінгі таңда білім мен ғылым қоғамның барлық салаларына кеңінен тараған. Дұрыс. Оның нәтижесі жоқ. Дұрыс емес. Медицина саласында жаңа озық құрғылар, препараттар өндірілуде. Дұрыс. Ғылым мен білім берудің жаңа инновациялық технологияларды біріктіру үшін елімізде зертханалар ашылды. Дұрыс. Ол жерде республиканың кез келген азаматы өз зерттеулерін жүргізе алады. Дұрыс емес. Олардың барлық заманауи қондырғылары жабдықталған. Дұрыс. Келесі балалар, бізде мақсат бойынша тілдік бағдар бұл болжалдық сан есім. Болжалдық сан есім заттың санын дәл білдірмей, шамамен жалдап көрсетеді.
қанша, неше, қаншада деген сұрақтарға жауап береді. Болжалдық сан есімдер бірнеше жолмен жасалады. Есептік сан есімдерге, мысалы, лаған леген, даған деген, таған теген, дай дей, тай тей жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 100 деген, 70 және 90-дай. Келесі, екінші түбір сөз және көптік жалғау және септік жалғауы арқылы жалғанады. Мысалы, да, де, та, те, ында, інде. Бұл бізде жалғаулар. Мысалы, елулер де, 5 терде. Келесі, үшінші түрі бір қосарлану арқылы жасалынады. Мысалы, 10, 15, 40, 50, 70, 80. Келесі төртінші жолы шамалы, шақты, таман, тарта, жуық, жақын деген сөздермен тіркеседі. Мысалы, 100 шамалы, 1000-ға тарта, 30-ға жақын. Жақсы, енді балалар, осы болжалдық сан есімді, яғни тілдік бағдарды практикалық жұмыста қолданып көрейік. Бірінші, сөйлемдегі сан есімдерді болжалдық сан есімге айналдырып жаз. Жақсы, биыл сыныпта 90-дай оқушы қабылданды. Биыл бірінші сыныпқа 90-дай оқушы қабылданды. Екінші қабаттағы сыныптарға 50-дей компьютер қойылды. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытамыз. Бүгінгі сабағымызды Синквейн стратегиясын қолданып қорытамыз. Синквейн стратегиясын сіздерге естеріңізге салып кетейін. Бірінші, Синквейн стратегиясы бұл 5 жолды өлең, ой толғау кезеңінде қолданылады. Синквейн француздың 5 деген сөзінен шыққан, яғни 5 жолды өлең жазу әдісі. Бірінші жолда тақырып бір сөзбен беріледі, бұл зат есім. Екінші жолда тақырып 2 сөзбен сипаттау, бұл сын есім. Үшінші жолда тақырыпқа қатысты қимыл атауын 3 сөз жазу, бұл етістік. Төртінші жолда 4 сөзден тұратын бір сөйлем. Және 5-ші жолда тақырып мәнін ашатын бір синоним сөзі. Сіздерге таңдауға болады, бұл мектеп деген сөзді алуға болады, білім деген және ғылым деген сөзді алуға болады. Енді балалар, сіздерге үй жұмысы. 2 үй жұмысы беріледі. Бірінші, міндетті түрде жаңа сөздерді жаттау және тілдік бағдарды есте сақтау. Тілдік бағдар бұл болжалдық сан есім. Екінші, өзің қандай мектепте оқуды армандайсың? Дара диаграмма құрастыру. Сау болыңыздар балалар.